Кеш жарық, құрметті көрермен, эфирде бетпе-бет бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ринат Думанұлы. Елімізде болашақ бағдарламасына құжат қабылдау басталды. Бағдарламаға биыл қандай жаңалықтар енгізілді? Кім стипендиат атана алады? Бұл туралы студиямыздың бүгінгі қонағы халықаралық бағдарламалар орталығының президенті Ғани Нығметовтен толығырақ білетін боламыз. Бетпе-бетке қош келіпсіз. Білуімше 11 сәуірден бастап болашақ бағдарламасына құжат қабылдау науқаны басталды. Әрине көп күн өткен жоқ. Дегенмен де белсенділік қалай? Биыл қалай тапсырылуда? Осы жылы белсенділік өте жоғары. 11 сәуірден бастап құжаттарды қабылдай бастадық. Сол 2 күн ішінде 20 адам, 20 құжат қабылдадық. Осы жылы 30 қыркүйекке дейін қабылдаймыз, жарты жыл ішінде. Стипендияны 3 рет береміз осы жыл бойы. Осы жылға 700 стипендия бөлініп отыр. Сол себептен мүмкіншіліктер өте зор. Жастар осы болашақ бағдарламасына түсемін дегендер, менің ойымша үлкен осындай мүмкіншілік түсуге әбден мүмкін. Биылғы іріктеудің ерекшеліктері қандай? Осы жылдың ерекшеліктері құжат пакет жағынан, құжаттар тапсыру жағынан бірнеше жеңілдіктер жасалған. Мысалы, сол 10 құжат бар тапсыруға. Ол дипломның қосымшасы, сертификаттар, еңбек кітапшасы. Осының бәрі нотариалды куәландыру қажет етпейді. Бұрынғы жылдары міндетті түрде нотариал жасау керек еді, нотариуспен. Ал қазір ондай талап жоқ. Бірінші, екіншіден, осы жылы ағылшын тіл жағынан талап күшейтілді. IELTS 5 деген балл жинау керек. Қалған талаптар сол бұрынғыдай тапсыруға шақырамын. Білуімше ағылшын тілінен тиісті балл жинай алмаған талапкерлер, үміткерлер, олар ағылшын тілінің курсын алғашқы кезеңде елімізде өте алады. Бұл неліктен енгізіліп отырған өзгеріс? Бюджеттің ақшасын тиімді пайдалану ма, әлде осы жерден қатысушыларды дайындалып алып, дайын етіп жіберу ма? Себебі неде? Сіз айтқан себептердің бәрі дұрыс. Бірінші 2015 жылы біз бірінші мектебімізді аштық Алматы қаласында. Одан кейін Астанада екінші мектебімізді аштық. Бұл мектептердің басты мақсаты 6 ай біздің стипендиаттарымызды ағылшын тілінде үйрету, грамматикасын көтеру, бір деңгейге көтеру, одан кейін келесі 6 айға шетелге жіберу. Қазір көріп отырмыз, нәтижелер өте жоғары. Стипендиаттардың бәрі тілді жақсы оқып, шетелге кетіп жатыр. Шетелде өзін жақсы сезініп жатыр, ешқандай қиыншылық болмай. Екіншіден, қаражат жағынан да үлкен тиімді жағынан пайдаланып жатырмыз. 2 есе шығындарымызды азайттық. Өйткені билет ақысы, стипендиясын бәрі қысқартылған. Сол себептен 6 ай интенсивті түрде оқытып, келесі 6 айға шетелге жібереміз. Басында осы өзгеріс енгізіледі деген кезде кейбір студенттер, кейбір тапсырушылар тарапынан наразылық болғанын білеміз. Бізде ағылшын тілін оқытатындай керек деңгейде материал техникалық база жоқ, мамандар жоқ деп, бұған не дейсіз? Бұл енді уақыт өткеннен кейін көріп отырмыз. Ешбір сын болса да қазір нәтижелер өте жоғары. Айтып кеттім, British Council деген британдық ұйыммен бірлесіп, олардың мұғалімдері келіп оқытып жатыр. Ағылшын тілінде интенсив таңертең бастап кешке дейін оқиды. Жұмыстан босатылған, жақсы стипендия төленіп жатыр. Сол себептен ешқандай қиыншылық, кедергі тіл оқуға ешқандай жоқ. Қазақстанда дегенмен маман шетелдік, технология шетелдік дейсіз ғой, дәл сол Европа елдерінде. Бәрі шетелдікі, одан қоса біз қаражат үнемдеп жатырмыз. Әрине, қазіргідей экономикада қиындықтар кезеңінде бұл өте тиімді жол деп білеміз. Биыл қандай мамандықтарға басымдық беріп отырсыздар? Енді әлемдегі экономикалық жағдай, өндірістегі өзгерістер күн өткен сайын өзін таңғалдырумен келе жатыр ғой. Сіздерде осы мамандықты анықтау саясатында өзгерістер бар ма? Қазіргі экономикалық жағдайға байланысты. Шынында біз қазір көптеген бағдарламалар бар. Нұрлы жол, индустриалдық бағдарлама, президентіміздің 5 реформа, 100 нақты қадам ұлт жоспары. Сол жерде көрсетілген бар жобаларды біз қарап, соларға қандай мамандықтар керек, соны қарап шықтық. Бүкіл мемлекеттік органдар өздерінің өтініштерін берді, көрсетті, қандай қажет мамандықтарын бізге енгізілу мәселесін көрсетті. Біз оның бәрін өз тізімімізге жасап, комиссияда бекіттік. 163 мамандық бойынша биыл болашақ бағдарламасынан бағдарлауға болады. Соның 41% техникалық мамандықтар.
көбінесе сол көңілді біз техникалық мамандықтарға беріп отырмыз, инженерлік мамандықтарға. Осы жылы жаңа санат пайда болды. Инженерлік техникалық мамандарға магистратураға баруға мүмкіншілік. 2 жыл тәжірибесі болса, өндірісте жоғары білімі техникалық бізге келіп, сол инженерлік саласына, инженерлік мамандық бойынша магистратураға бару мүмкіншілік. Екіншіден, бұл жаңағы тізім сол медициналық, педагогикалық мамандықтарды, мемлекеттік басқару мамандықтары бойынша біз нақты көрсетіп қойдық. Енді біз болашаққа қазір кім өтіп жатыр? Өз бетімен түскендер, мемлекеттік қызметшілер, педагогтар, ғалымдар, инженерлер, дәрігерлер, бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері, шығармашылық саласының қызметкерлері. Осы қызметкерлердің бар мамандықтары бізде көрсетілген. Жалпы бағдарлама қарапайым ауыл жастарына, шалғайдағы аудандардағы жас азаматтарға қаншалықты қолжетімді? Көбінесе Алматы, Астана секілді немесе өзге ірі мегаполистердің тұрғындары түсіп кетіп, ауыл жастары қалып жатқан жоқ па? Дұрыс айтасыз. Бұл мен осы сіздің передачаңызға, бағдарламамызға келіп отырған мақсатым да сол көбірек осы ақпарат, болашақ бағдарламасына түсу ақпараты, мәліметі осы ауылда тұрып жатқан жастарға жетсе деп ойлаймын. Өзім де осы қазір өңірлерге барып, біздің қызметкерлер барша өңірлерге барып, осы ақпаратты беріп жатыр. Мысалы, 2005 жылы өз басым түскен кезде болашақ бағдарламасы туралы ақпарат бір құпия ретінде сияқты еді. Оны білмейсің, қалай түсу керек екен. Қазір ондай жоқ. Ақпарат бүкіл жерде бар. Теледидардан роликтер өтіп жатыр. Өңірлерге біздің қызметшілер барып жатыр. Құжаттарды қазір тек Астанаға келіп тапсыру керек емес. Сол өз ауылдағы, әлде сол облыс орталықтағы ЦОНға барып, халыққа қызмет көрсету орталығына барып, құжаттар тапсыра беруге де болады. Біз оны электрондық пошта арқылы қабылдаймыз. Сол себептен жастарды, ауылдағы жастарды осы бағдарламаға түсуге мен шақырамын. Мүмкіншілік, керемет мүмкіншілік, бұл мұндай мүмкіншілік бола бермейтін мүмкіншілік. Соны жібермей, талпынып, осыған түссе деп ойлаймын. Ауыл дегеннен шығады, ауылдағы азамат болсын, қаладағы азамат болсын, бағдарламаның бас талаптарының біріне сәйкес өзінің жылжымайтын мүлкін кепілдікке қою керек. Ал егер ондай мүлкі жоқ болса не істейді азамат? Екіншіден, ауыл аймақтардағы азаматтардың жылжымайтын мүлкін сіздер кепілдікке аласыздар ма, жоқ па? Аламыз. Біз қарамаймыз, ауылдағы тұрған мүлік пе, әлде қаладағы ма. Ең бастысы бір мүлік ретінде біріншіден тапсыру керек бізге. Соның үшін жер учаскесі бола ма, пәтер бола ма, ауылдағы үй бола ма, сарай бола ма, әйтеуір бір мүлік, бұл психологиялық фактор ғой. Біз банк сияқты жұмыс істемейміз. Банк болсақ, онда оқудың құнымен бірге сондай мүлікті талап ететін едік. Ондай бізде ондай шарт жоқ. Әрбір азамат қандай мүлігі болса, соны тапсыра алады. Мысалы, жер учаскесінің бағасы 10 мың доллар болса, ал оған мемлекет тарапынан жіберілетін қаражат 100 мың доллар. Біз сол 10 мың доллардың учаскесін алып, қалған жетпей жатқан ақшасына біз 4 кісіні шартқа отырамыз. Соның ішінде ата-аналары бола ма, туыстары бола ма, осылай бұл мәселені шешіп отырмыз. Енді кез келген бағдарламада адами фактор, субъективті фактордың рөлі ойнайтындығы маңызды. Бұрын бұл туралы көп айтылатын, соңғы кезде жиі естіп жүрміз. Болашақ бағдарламасымен барып оқуға түсіп, елге оралмай қалғандардың саны қандай? Жалпы бұл тенденция қалай реттелуде? Сұрағыңызға рахмет. Жалпы болашақ бағдарламасының алғашқы 90-шы жылдары шетелге барып қалып қойғандар осындай кездер болды. Енді ол кездері 50-60 адам жіберілетін. Қазір 1000-ға жуық адам жіберіледі. Сол 1000-ға жуық адамның ішінде бір 3-4 адамы осы жыл бойы осындай мен бір себептермен қалып қойғым келіп деп бізге айтады, сондай келеді, түсіндіреді бізге. Соның ішінде емделемін дейді, әлде тұрмысқа шықтым, сол жерде жұмыс істеу керекпін дейді, әлде үлкен компания шақырып отыр, сол жерде бір 5 жылдай жұмыс істегім келеді дегендер бар. Біз оларға айтатынымыз, шарт бойынша сен елге қайтып келу талап, сен 5 жыл жұмыс істеу керексің. Сол себептен сен осы жіберілген қаражатты бізге қайтып бер. Біз сіз сол адаммен шартқа отырамыз. 3 жыл арасы ішінде сол қаражатты бізге қайтып беру тиісті. Болды. Содан кейін жаңағы шарт бойынша ол босатылады. Бірақ мен айтатын, болашақтықтар қазір Қазақстанға оралып жатыр. Ешбір ондай қалып қоямын деген жаңағы үлкен сан жоқ. Бір 2-3 адам жыл бойы. Одан кейін қазір осы 3 тарапты келісім қол қойғаннан кейін әрбір болашақтық жұмыспен қамтылған.
ол мемлекеттік қызметші өзінің мемлекеттік органына қайтып баруы тиіс. Мұғалім сол мектебіне, профессор өзінің жоғарғы оқу орнына қайтып баруыны және жұмыс беруші жұмысын сақтап қалуы ол шартта көрсетілген. Жұмысына оралу дегеннен шығады. Осы 23 жыл ішінде 12 мыңға жуық түлек бітіріп шықты бағдарламаны. Болашақ бағдарламасының түлектерінің ортақ бір портрет образы қандай? Олар шамамен қандай мамандық егері, қандай салада жұмыс істейді? Сосын енді біз қазір ауыл дамытамыз, елімізді алға жылжытамыз деп жатырмыз. Олардың арасында мәселен ауыл мектебінің мұғалімі, немесе аудандық бір аурухананың дәрігері, қарапайым өндіріс орнының инженері секілділер бар ма? Әлде жоқ көбісі басшылық қызметте ма? Бұл қоғам үшін де қызық мәселе. Дұрыс. Статистиканы алсақ, біздің орташа жасымыз болашақтың 30-ға жетпейді. Бірақ болашақ бағдарламасында жас жағынан шектеулі жоқ. 40-тан да асып түсіп жатыр. Сол тағылымдамағы бойынша жіберіп жатырмыз. Одан кейін көбісі біздің болашақтардың 54% мемлекеттік секторда жұмыс істейді. Олар мемлекеттік ұйымдар, мемлекеттік мекемелер, жоғарғы оқу орындар сол жерде жұмыс істейді. 30-35% жекеменшік секторда. Өздері тіпті өз компанияларын ашып, өзіне жұмыс істеп жатқан түлектер де бар. Сосын бір 10-15% халықаралық компанияларда жұмыс істейді. Соның ішінде мұнай, газ саласында, Атырауда мысалы көп түлектеріміз, 500 түлегіміз сол жерде көбінесе сол мұнай газ саласында жұмыс істейді. Қалғандары сол әлеуметтік сала, ұлттық компаниялар тек 2% жұмыс істейді. Біздің басты мақсатымыз сол өңірлерге көбірек жіберу, жаңа әлеуметтік салалары бойынша көбірек жіберу. Соның ішінде мұғалімдерді, дәрігерлерді, мен осы бізді көріп отырған телекөрермендерді, сол ішінде дәрігерлерді, мұғалімдерді мен тағылымдама бағдарламасына шақырамын. Өйткені бұл керемет мүмкіншілік. 2, 3, 4 ай шетелге барып, оқып келуге, білімін арттырып келуге мүмкіншілік бар. Тіпті кейбір дәрігерлік медициналық тағылымдамалар тілді қажет етпейді, шетел тілін. Мысалы, оңтүстік Кореяға барса, әлде Израильге барса, ондай талап жоқ тіл жағынан. Қазір 21 ғасырда білім миграциясы мәселесі аса өзекті болып отыр. Мәселен, өзіміздің елімізде ұбт-дан өте алмай қалған біраз жастардың көршілес Ресей, басқа мемлекеттерге барып ақыл негізде білім алып жатқанын білеміз. Бұл енді бүкіл әлемдік проблема, тенденция десек болады. Біз Назарбаев университетін құрдық. Сол жерде 600-700 баланы халықаралық стандартқа сәйкес, көбісі енді шетелдік ұстаздар сабақ береді. Сол жерге оқытуға да мүмкіншілік бар емес пе? Болашақта бұл ой жоспарда тұрған нәрсе ме әлде жоқ па? Өйткені қанша дегенмен шет мемлекетіне біз жіберу арқылы дұрыс айтасыз. Бюджеттің ақшасын жұмсаймыз. Дұрыс айтасыз. Сол 2011 жылы Назарбаев университеті ашылғаннан бері бакалавриат бағдарламасы бізде жабылды. Енді бакалаврияларды біз Қазақстанда дайындаймыз. Сол Назарбаев университеті шеңберінде олар 700 стипендиядей жыл сайын беріп отыр. Сонда үлкен мүмкіншілік. Біз сол көбінесе қазір магистратура, докторантура тағылымдамаға жіберіп жатырмыз. Менің ойымша болашақ бағдарламасы тек осы Қазақстанға қажетті халықаралық деңгейдегі мамандарды дайындау қажет, керек олар. Өйткені Қазақстанда жақсы университеттер бар, олардың әлеуетін дамыту керекпіз. Біздің болашақтықтар да сол шетелге барып келіп, қазір сол университеттердің проректоры де, ректоры да болып жатыр. Менің ойымша бұл дұрыс құбылыс. Осыған біз жылжысақ тезірек Қазақстан университеттерінің деңгейін, халықаралық деңгейге көтерсек, шетелге бару қажет болмайды. Мүмкін докторантураға бару мүмкіншілік болатын шығар. Бірақ бакалавриат бірінші мамандықты менің ойымша Қазақстанда алу керек. Ал келесі дәрежесін шетелге алу менің ойымша жақсы болады. Өйткені қазір халықаралық білімнің жаңағы қажеті көтеріліп жатыр. Өте көптеген үлкен компаниялар, трансұлттық компаниялар 2 дипломы бар азаматтарды алады. Соның ішінде көбінесе біріншісі өз елінде, келесі шетелдің дипломысы бар азаматтар. Бұл бәсекелестікке өте қабілетті болу үшін керек дүние. Осы жақында ғана болашақ бағдарламасының түлектері мүше болып табылатын болашақ қауымдастығына 15 жыл толды. Өзіңіз де сол қауымдастықтың мүшесісіз. Иә. Бұл қауымдастық өз алдына қойған миссиясын қаншалықты орындай алып отыр? Ол әрине тек болашақтықтардың басын біріктіретін ұйым ғана емес, жалпы Қазақстан жастарына үлгі болатын, жастар саясатына кәдімгідей ықпал ету үшін құрылған ұйым ғой. Міндетін атқара алып отыр ма? Патриоттық тұрғыдан алғанда. Бұл мемлекеттік емес ұйым. Бұл ұйымның құрамына 2000 мүше бар. Біздің 9000 түлегіміз бар қазір. Соның 2000-і, соның ішінде тағы басқа жастар осы ұйымға кіреді. Осы жыл 15
15 жылға толып отыр олар. Мен оларды құттықтаймын. Бұл өте керек ұйым. Өйткені болашақтардың басын біріктіру бұл үлкен мәселе. Бұны осы қауымдастық жасап отыр. Біз де өз тарапымыздан жасаймыз. Бұл ұйым бірнеше әлеуметтік жобалары бар. Соның ішінде болашақтарды алып, ауылдық мектептерге барып, оларға сабақ беру, мұғалім ретінде оларды тарту, тағы басқа шараларға қатысуы, олардың потенциалын қолдану осы қоғамдастық қолға алып отыр. Осы халықаралық бағдарламалар орталығының басшысы ретінде, болашақ бағдарламасының саясатын жүргізіп отырған азамат ретінде іріктеу кезеңі, емтихан тапсыру кезеңі толығымен әділ өтеді деп айта аласыз ба, нық сеніммен? Мен официалды түрде айтайын, бүкіл турлар, кезеңдер әділ өтеді. Оған заң жағынан да бәрі жасалып отыр. Ағылшын тестін алайық. Оны British Council деген ұйым жасайды. Шетелдік ұйым. Олардың өзі талаптары бар. Қарап шығады бәрін. Екінші тест ол қас тест. Ол да ұлттық орталық бар бізде, олар осы тестті жүргізеді. Үшінші кезең ол психологиялық тест. Ол да тест түрінде жүргізеді. Ал төртінші кезең сұхбат. Осы жылдан бастап бұл камераға жазылады. Ешқандай жұмысына, комиссияның жұмысына қатысу негатив түрде ондай болмайды. Бәрі жазылып отырады. Әрбір азамат осы жылдан бастап сайтта көріп отырады. Қалай өттім, қалай өтпедім. Егер сұрақтар туындаса, ертең камераға барып, записті қарап көре алады. Қандай сұрақтарға жауап берді, қандай сұрақтарға жауап бермеді. Осы бағдарламаға қатысты қандай да бір мәселелер болып, сұрақтар туындап жатса, Қазақстан кез келген азаматы, кез келген тапсырыс беруші, кез келген үміткер сіздің қабылдауыңызға кіре алады ғой, қалай байланысып, қандай нөмірлер арқылы, қай электронды адрес арқылы сізге жолықса болады? Біздің сайтымызда, болашақ.gov.kz сайтымызда менің телефондарым көрсетілген, имейлім де көрсетілген, қабылдау күндерді, сәрсенбі мен сейсенбі күндері мен қабылдаймын. Ешбір блогым бар, оғанда әрбір күн сайын сұрақтар түседі, мен оған жауап беремін. Сол себептен ақпарат жағынан, консультация жағынан мен тарапымнан ешқандай кедергі болмайды. Мен бәрін беріп отырамын, ақпаратты да, мәліметті де. Тіпті кейбірі келеді маған үміткерлер. Осы комиссияда қандай сұрақтар болатын деп. Мен оны түсіндіремін. Көбінесе сол конституция, тарих бойынша және өз мамандығың бойынша сұрақтар болады. Егер өз саласының маманы болсаң, өзіңе сенімді болсаң, бұл комиссияны өту ешбір қиыншылық жоқ. Арнайы уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет айтамыз. Қызметтеріңізге табыс тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Эфирде кездескенше аман, сау болыңыздар.